Қалай бір күнде тез намаз бастап кетуге болады? Бір күні өзіме сұрақ қойдым. Қашан намаз оқимын? Қашан бастаймын? Үнемі ертеңге сырып жүре беретіміз ғой. Сөйтсем, бұл ертең еш қашан келмеуі мүмкін екен. Алла Тағала Құранда айтады: адам баласы және жындарды тек өзіме құлшылық ету үшін жараттым. Яғни, сенің бұл өмірдегі ең үлкен миссияң намаз. Бірақ бұл миссияны орындау үшін бәрін бірден біліп кету шарт емес. Сен тек бір қадам жаса. Бір уақыт намаз оқып көр. Таң болсын, құптан болсын, бесін болсын, қайсы жеңіл болса сонымен баста. Сондай-ақ жүрегің бір ерекше тынышталып қалғанын байқайсың. Ең бірінші қадам дәрет алу. Көп адам осыдан-ақ бастай алмайды. Бірақ дәрет деген кәдімгі жуыну секілді. Жай ғана бетіңді, қолыңды жуып, бастың үстінен сипап, аяғыңды жуу еш қиын емес. Сосын мен қалай оқимын, дұғаларды жаттамадым деп уайымдама. ютубта таң намазы болмаса бесін намазы қалай оқылады деп жазсаң, дайын видеолар өте көп. Қайталап отырып оқисың. Уақыт өте тіпті жаттап аласың. Ауызша емес, жүрекпен айтуды үйренесің. Сен дайын болғанда емес, бастағанда бәрі өзгереді. Құранда айтады: ал кім Алладан қорқып оған тәуекел етсе, ол оған жол көрсетеді. Яғни баста, қалғанын Алла өзі реттейді. Сен өзіңді намаз оқымайтын адам деп ойлама. Сен тек әлі бастамаған адамсың. Бірақ бір намаз оқысаң, бітті, сен намазхансың. Сен Аллаға жақындаған пендесің. Егер үйдегілер ұят дейді деп ұялсаң, ешкім жоқ кезде оқы. Құранда былай дейді: Раббың сені қалдырған жоқ, және саған ренжіген де жоқ. Сен ол кезде жалғыз емессің. Намаз ол сен мен Алланың арасында ғана болатын сәт. Намаздың ішінде ерекше бір тыныштық бар. Телефон, уайым, күнделікті шаршау бәрінен үзіліс сияқты. Сен оқып тұрғанда бүкіл әлем тынышталып қалғандай әсер аласың. Сөз берем, қорықпа, өзіңе тым үлкен жоспар жасама. 5 уақыт деме, 1 уақыт деп баста. Бір қадам, бір дұға, сосын қалғандары өзі-ақ жалғасады. Өйткені Алла Тағала мейірімді, ол сені күтіп тұр. Егер осы сөздер жүрегіңе жетсе, бірдеңе түртсе, пікірге жаз. Намаз оқып жүрген болсаң, қалай бастағаныңмен бөліс. Ал егер әлі оқымай жүрсең, не кедергі боп тұр, соны айт. Мүмкін дәл сен сияқты жүрген бір адамға сенің сөзің себепкер болар. Жаз, бір-бірімізге деме болайық. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, айтқан: кім бір адамға жақсылыққа жол көрсетсе, сол адам соны істегендей сауап алады. Мүмкін дәл сенің жазған пікірің біреудің намаз бастауына себепкер болар. Алла разы болсын.